Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұп-жұмсақ пирожкилерді дайындаймыз. Бұл рецептімен майға қуырсаңыздар болады, немесе духовкаға салып пісірсеңіздер де болады. Жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырын илеу үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, үстіне су құйып, бір ас қасық қантты, бір шай қасық тұзды, бір шай қасық дрожжды саламыз. Үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Електен өткен ұнымызды саламыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, 2 немесе 3-ке бөліп салатын боламыз. Бұл жерде мен 600 граммдай жоғары сұрыпты ұнды қолдандым. Сіздер бастапқыда 550 граммдай ұн салып көріңіздер. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Ең бастысы пирожкидің қамыры қатты болып қалмауы керек. Бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Бетін жауып жылы жерге 1,5-2 сағат көлеміне қойып қоямыз. Қамыр жақсы ашып көтерілу үшін балғын ашытқы қолданғандарыңыз жөн. Енді салмасын әзірлейміз. Мен картошканы қолданатын боламын. Картошканы қайнатып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып әзірлейміз. Сіз өзіңізге қарай ұнаған салмаңызды қолдансаңыз болады. Капусталы салмамен де өте дәмді болып шығады. Енді ашыған қамырымызды алып, қамырды 2 сағат көлемінде әп-әдемі болып ашылып көтерілген. Қамырымызды осылай ұзынша етіп, колбаска қып жасай аламыз. Қамырымызды көз мөлшерлерімен осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Егер сіз пирожкилерді сатылымға немесе тапсырысқа жасайтын болсаңыз, таразыны қолданғаныңыз дұрыс болады. Бөлінген қамырларды қолымызбен әрқайсысын дөңгелектеп аламыз. Бір-бірден қамырларымызды жаямыз. Біз ұн немесе май қолданбаймыз, өзі әдемі болып жайылады. Егер сізде қолға кішкене жабысатын қамыр болып шықса, үстіне ұн себелеп жіберсеңіз болады. Осылайша барлық қамырымызды жайып, салмасын салып түйіп шығамыз. Түйілген бетін теріс қаратып аударып қойып қоямыз. Осылайша барлық қамырларымызды жайып, салмасын салып түйіп шығамыз. Түйілген пирожкилеріміздің бетін жауып қоямыз. Беті ашық тұрса, қаясып қалады. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, немесе ұнап жатқан болса, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Тапамызды отқа қойып, май құйып, майымызды қыздырып аламыз. Орташадан сәл төмен отта майымызды қыздырамыз. Май қатты қызып кетсе, пирожкидің екі беті де тез қызарып, орта жағы піспей қалады. Осылайша барлық пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Мінекей, осындай әдемі, томпиған, жұмсақ пирожкиіміз пісіп шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.